Жыр құлагері Ілияс бабамыз жер таппан жерге жетер жетісуым деп жырлағандай, киелі жер жаннаты аталған Жетісуда туып өскенімді мақтан етемін. Және осы бір қасиетті өлкені Бексұлтан Нұржекеев ағамыз өзендер өрнектеген өлке деп атаса, Бауыржан Омаров ағамыз елдің төрін сөздің мөрін ұстаған киелі мекен деп баға береді. Міне осы қасиетті өлкенің бір уығы саналатын Жазиралы Жаркент жерінде кіндік қаным тамған. Бұл қасиетті мекеннен қаншама ұлылар, батыр билер шыққан. Өткен ғасырларды айтпаған күннің өзінде бертіндегі саңлақ бұлбұл әншіміз Дәнеш Рақышевті, мен сурет салуды апамның киізінен, ешкінің мүйізінен үйрендім деген Әбілхан Қастеевтің қызықпай байлыққа да мансапқа да өтсем деп өмірден ән сапқана деп өткен Әбен Дәуренбековті, біздің тәуелсіздіктің қарлығашы Ләззат Асанованы, қаймағы бұзылмаған, салт дәстүрді берік ұстанған, қазақи әдет ғұрыпқа берік Айдарлы ауылы бар. Мен бір өлеңімде туған жерім алтын бесік Айдарлым, күннен ыстыға жарлысың айдан мың, түлеп ұшып кетсем дағы құсың боп, тілекшің боп кіндігіммен байландым деп өлеңге қосқан екен. Арқасын Алатауға, аяғын құмға тіреп жатқан ерекше қасиетті ауыл мен үшін балалық шағымның куәгері, мөлдірлікті, тазалықты, даналықты, жалпы адамзат баласы, адам баласының бойындағы барлық құндылықтар дейміз ғой. Міне осы ерекше құндылықтардың бәрін бойыма сіңірген менің туып өскен ортам Жазиралы Жаркент жері, Айдарлы ауылы. Бала кезде бір балалықпен жазылған мектептерде, онда үлкен шараларда, сценарийлерде, тәрбие сағаттарында, сосын біздің тұсымызда қабырға газеттері шығып жататын, әр мерекеге сай сынып болып жарысатынбыз. Міне сонда бір сөзге, өлеңге бейімі бар ау деп, менің ұстаздарымның тапсырмасымен жазған дүниелер, бірақ менің есімде қалмапты, ол сақталмаған. Сосын тағы бір балалықтың бір ерекше есте қалатын естелігі, 8 наурыз кезінде, аналар мерекесінде әдемі түрлі түсті қағаздармен гүлдің өзін желімдеп жасап, балаң қолтаңбамен жазғанда осы анама арнаған бір өлеңім бар еді. Ол да сақталмапты, бірақ анашым, менің анашым, мен үшін ерекше данасың деген сияқты ұйқастармен келетін шығар. Осындай әлі өлеңдеуге келмейтін алғашқы дүниелер. Ал 7-8 сыныптарда оқып жүргенде үнемі газет журналдарға жіберіп жатқан өлеңдерімне бір қанаттандыратын, менің өлеңге деген талабымды ұштайтын мықты қазақтың белгілі ақындарынан хат алып жататынмын. Сол бірнеше жылға созылып, сол 5 сыныптан бастап жазған шығармын. Сол бір 3-4 жылдан кейін Ақжелкен журналына Бауыржан Момышұлына арнаған Батыр аға деген өлеңім жарияланды. Ол менің сол ақындыққа ең бірінші қадам басқан, ең алғашқы өлеңім деп айтуға болатын өлең шығар. Ол менде сақтаулы үйімде. Жаңа өзіңдік бір ақындыққа қадам басып, не нәрсені ерекше жүрекпен жырлауға ұмтылған сәттерде маған қатты әсер еткен Мағжанның сұлу жырлары, Төлегеннің сағыныш жырлары. Осындай мықты дүниелер арқылы мен өзімнің
ойыма ерік бердім деп айта аламын. Ал енді еліктеу деген нәрсе басқа да әрине қаншама қазақтың маңдайына біткен мықты қаламгерлер бар. Бәрінің де шығармаларын оқып өстік, десе де менің жүрегіме ерекше орын алған ақындардан осы екі ақынды ерекше айтар едім. Және Оралхан Бөкейдің шығармаларын мен әлі парақтаймын. Ал енді еліктеу деген нәрсеге кішкене әр ақынның өзінің қолтаңбасы болатын шығар. Мен бір мына ақынға еліктедім, тура осы ақын сияқты жазғым келеді деген ой болмапты. Бәлкім мен сол алғаш өлең жазып жүрген кезде мен бәлкім ақын боламын деп те ойымда мен ақындық торға шығам деп те ойламаған шығармын. Және біз шеткі ауылда өстік, кейін ұстаздық қызметте де шеткі ауылда болдым. Кейде мынау әдеби орталарға қызығатынмын. Сонда бір тірі классик ақындарды тірідей көрмегеніме өкінем. Ал енді бір нақты мына адамға еліктедім деген нәрседен аулақпын. Барлық қазақ қаламгерлерінің шығармаларын, жаныма жақын шығармаларды сүйіп оқимын. Өзіме көп нәрселерді үйренуге, үлгі тұтуға тырысамын. 18 мың ғаламды жаратқан Алла Тағала біздің өмірге келуімізге себепші болды ғой. Мен адам ретінде, енді кейде осы жетістік дегенді бәлкім менің маңдайымдағы бағым деп те алмастыруға бола ма, мысалы солай жасайтын болсақ, менің адам ретінде, ана ретіндегі ең үлкен жетістігім деп өсіріп отырған ұлымның елге қызмет етіп жатқанын айтар едім. Бірінші орынға қояр едім. Себебі кез келген адамның өмір жалғастығы ол ұрпақпен ғой. Енді екінші жетістігім деп өзімнің ана тілімде сөз сөйлеп, қолыма қалам алып, ақын болу бақыты. Бұл екеуі бір-бірінен ажырамайтын егіз ұғым десем де болады, және менің егіз бақытым десем де болады. Жетістік ақын үшін айтып жататын шығар, бір байқаулардан орын алдым, кітаптарым шығып жатыр, бір үлкен марапаттарға ие болдым деп жатады ғой. Осы жеткен, алып жатқан дүниелердің бәрі сен кім болып алдың? Ақын ретінде танылдың ғой. Сондықтан барлық жетістіктердің бастауында мен үшін ана болу мен ақын болу бақыты тұр. Қазіргі уақыттағы оқырмандармен кезіндегі өзіміз оқыған, өзіміз кітаптарды іздеп жүрген оқырманның арасында бір жер мен көктей нәрсе бар сияқты менің көзқарасымда, менің ойымда қазір. Біз оқушы кезімізде, студент кезімізде мынау кітаптардың кәдімгі беті жыртылып кеткенше, бір-біріміздің қолымыздан қашан аяқтадың, мына кітапты тезірек аяқтасаң маған бер деп қолды қолға жалғап жүріп оқитын кітаптар болатын. Және оның қызығы таусылмайтын. Бір кітаптан кейін бір кітап, бір жақсы құнды дүниелер сол біздің кезеңімізде жазылды деп ойлаймын. Енді қазір де жоқ деуге болмайды. Көбіне қазір оқырмандардың дені әлеуметтік желілерде отыра ма деген көзқарасымда бар. Себебі қазір әлеуметтік желіде кім көп, ақындар көп. Бұрынғыдай том-том жазылған, бұрынғыдай романдар оқылмай жатады. Бәлкім жазылып жатқан керемет дүниелер, ол әлеуметтік желі көтермейтін жақсы дүниелер бәлкім жазылып жатқан шығар. Сондықтан оқырман мен жазатын қаламгердің арасында бір алтын көпір болатын дүниелер керек сияқты. Бар дүниені жеткізе алатын, оқырмандарға соны ұсына алатын, бар екендігін көрсететін. Мүмкін қаламгерлердің өзінің тарапынан да сондай дүниелер жетпей жатқан шығар. Менеджерлер керек шығар. Шығармаларды насихаттайтын, жақсы дүниелерді ұсынатын. Ешқандай жақсы дүниелер жазылмай жатыр, болмаса оқырмандар мүлдем кітап оқымайды деген нәрседен аулақпын. Бар дүниені тек жарқыратып көрсете білуіміз керек. Өмірге адам болып келгеннен кейін
адам болып өту борышымыз шығар. Адам ретінде де, ақын ретінде де мен үшін ерекше бір өзгермейтін қағидалар ол тазалық, әсіресе жүректің тазалығы. Мен үшін ең үлкен дүние ол адалдық. Сөзге деген адалдық, өнерге деген адалдық. Және сол жазып жатқан дүниенің өлең үзіліп түскен мөлдір тамшы дейді ғой Сағат Әшімбаев. Бір сенің жүрегіңнен үзіліп түскен нәрсе, ойыңнан үзіліп түскен нәрсенің өзі көз алдыңа сол маржантарсты қалай елестетесің, тазалығы, мөлдірлігі. Мен үшін ең басты нәрсе сол жүрегіңнің таза сөйлеуі, адалдық. Балғожа бидің де бір немересіне айтқан сөзі бар еді ғой Ыбырайға: үміт еткен көзімнің нұры балам деп. Ақын ретінде мен болашақтан, жастардан үміт күтемін. Болашағым сен тұрсаң мен өлмеспін деп те Мұқағали айтады ғой. Сондықтан біз артымызға қарап, ақылды, парасатты, білімді жастарға қарап, көңіліміз марқаяды. Сондықтан көп нәрселердің бәрі ол біздің тәуелсіздігіміздің торлы болуы, мәңгі болуы, елдігіміздің биік болуы, салт дәстүріміздің көнермей жалғасын табуы, ана тіліміздің қасиетінің артуы, жалпы тұтас қазақ елінің ертең қандай жағдайда да бабалардың аманаттап кеткен ізгі дәстүрлерін жалғастырудың бәрі біздің болашағымызда жатыр. Сондықтан мен жастардан, болашақтан көп үміт күтемін. Ал енді неден қорқасыз деген сұраққа мен Алладан қорқамын.